Класста сабақ жүріп жатқан. Кенет есік айқара ашылды да ар жақтан біздің ауылда бригадир болып істейтін Нұрғазы көрінді. Үстінде етегі жерге шұбалған сеңсең ішік, аяғында пима. Бір қолында жұмарлап ұстап алған хап тәрізді бірдеңесі бар. Біздің ауылдың Бердібек дейтін баласы осында оқи ма? Деп Нұрғазы бәрімізге шола қарап тұр. Үйдің іші маған бірдеңе беріп жіберген екен ғой деген қуанышты оймен, аға мен ғой деп орнымнан ұшып тұра келдім. Табанының қары сықыр-сықыр етіп Нұрғазы бері классқа кірді. Әй, ағаң мен жеңгең ажырасқалы жатыр. Сен жеңгеңнің шапанын киіп кетіпсің. Жеңгең шапанды беріп жіберсін деді. Саған мынаны кисін деді, мә, деп Нұрғазы қолындағы нәрсені алда отырған балалардың төбесінен маған қарай асыра лақтырмасы бар ма? Сөйтсем, әлгі нәрсе қаудырлаған бір жаман плаш екен. Тура менің алдыма партаның үстіне топ ете қалды. Сия сауыт қағаз қаламды шашып машақаттап кетті. Мен не істерімді білмей сасып қалдым. Масқара, мұндайда масқара іс болады екен. Кіріп кетуге жер тесік емес. Бүкіл класс маған қарайды, мен жерге қараймын. Бол, жеңгең шапаны қайда, бер, дейді Нұрғазы. Сабаққа бөгет жасадым-ау деген ой оның басына енді ғана келген тәрізді. Класста киім болмайтын. Сырт киімдерімізді терезенің алдына үйіп қоятынбыз. Қара шапан сол киімдердің арасында. Кірмегенім қара жер, қара шапанды Нұрғазыға алып беріп жатырмын. Бос класс, балалар тарап кеткен. Мен ғана орнымда тапжылмастан отырмын. Жылап отырмын. Ағайымнан ажырасып кетіп бара жатқан Әлиман жеңгемді қимаймын. Нұрғазы алып кеткен бүтін қара шапанды қимаймын. Атаңа нелет жоқшылық, мұншама қор етерлік мен саған не істедім деп ыза болып жылаймын. Құрғыр Нұрғазы-ау, сен мені мектепке іздеп келмей-ақ сабақ бітуін тоссаң қайтетін еді? Сосын мен жүрген Мырзатайдың үйіне келсең, әлгінің бәрін сонда айтсаң, қара шапанды үстімнен сонда сыпырып алсаң болмас па еді? Қайран ғана надандық-ай. Көңілдің көрсоқыр болуынан жаман не бар екен? Бос класс. Қаудырлақ жаман плашты үстіме олай киіп көрем, былай киіп көрем. Біздің үйде бұл тәрізді киім жоқ секілдеді. Ағаларым бұны қайдан алды екен? Әлдекімнің бастан құлақ садақа деп күресінге лақтырып тастаған салабас емес пе? Бұл плашты бұған дейін не тракторшы, не мал соятын қасапшы киген. Өйткені май болмаған жері жоқ. Әсіресе екі жеңнің ұшы мен екі қалтаның аузы майға әдейі малып алғандай. Плаштың ішіне мен тәрізді екі адам мол сиятын. Етек шұбалып жерге тиеді, жең сала құлаш. Әр жеңнің кеңдігі қасқырдың апанындай. Қанша сорлы болсам да мына плашты киіп көшеге шығуға бетім шыдайтын емес. Тым құрса өз денеме шақ болса екен-ау. Бұны киіп алғанда қойшылардың ұйтқысты үркіту үшін қора шетіне орнатып қоятын қарақшысынан аумайтын тәріздімін. Не істеймін? Басқа киер кием тағы жоқ. Тым құрса жылы кез болса екен жидешең-ақ жүре бередім. Қызыр қас, күн суық. Кебінін сүйреткен өлік тәрізденіп жексұрын плашты қаудыр-қаудыр еткізіп, Күлән үйінің есігінің алдынан өтіп бара жатқанша өлгенім артық емес пе? Күлән тіпті танымайда қалар. Күлән шошыр. Нағыз мысысы енді бопсың демей ме? О, тағдыр, көрсеткен азабыңның бәріне де көніп кедім. Тек осына, мына жексұрын плашты киім етуге көне алатын емеспін. Бұны киіп көшеге шығып келсем, ауылдың бүкіл иті менің соңымда болуында дау жоқ. Бұл плашты киіп сыйлы елге күлкі боп жүргенше, өшір қараңды, кет, жоғал бұл арадан, дейді ар-намысым. Мектеп үйі көшенің төмен жақ шетінде, Қостөбеге қарай қисайып кетіп жатқан шана жолдың бойында. Етегі жер сызған жаман плашқа оранып, кітабымды қолтығыма қысып алдым да, ұрыша жан-жағыма сығалап қарап, сыртқа шықтым. Маңайда ешкімнің қарасы байқалмайды. Маған керегі де міне осы еді. Жан адамға көрінбеген қалпымда Қостөбе қайдасың деп тартып отырдым. Қостөбедемін, үйдемін. Анада арқат бір күн сүйреп әрең жеткізген аралыққа 2 сағаттай уақытта зымырап келдім. Күннің суықтығы зымырамасыма қоймады. Жай жүрсем тоңып өліп барам. Сезінгіш жүрегім есіктен аттап кірген бетте-ақ
үй ішін алақұйын кезіп өткенін, аға жеңгемнің арасындағы әуелгі сүттей ұйыған татулықтан түк қалмағанын бірден байқады. «Құлынын не қып келдің, тоңып кетіпсің-ау», деп жеңгем үстіме төніп түспеді. Бұрынғы тазалық, бұрынғы береке бәрі ғайып болған. Кешкі шайды қос басында отырғандай әркім әр жаққа қарап томсырайып отырып іштік. Әлиман жеңгемнің қабағы түсіп кеткен. Күйеуіне деп құйған шайды сатылғанның алдына жеткізбей, орта жолға торс еткізіп қоя салады. Бұл тәрізді тұрпайлық бұрын одан шықпайтын еді. Ағайым мен жеңгем біреуіне бірі тіл қатыспайды. Түнде де екеуі ары жат бері жат деп кең төсекке сыймай шықты. Ол екеуінің арасын кезіп өтіп, мұндай халге түсірген елдің сыпылдап өрши берген өсек еді. Өсек, ол ағаш тамырына түскен құрт тәрізді емес пе? Дер кезінде бір шара қолданбасаң үңгіп жей береді де, сап-сау ағашты құлатып бірақ тынады. Мәуелеп тұрған жас терек, жас семия ғұмыры бітіп құлауға жақын еді. Ертесінде Әлиман өзіне тиесілі нәрселерін буып түйіп алды да кетіп қалды. Өсекші ағайынның тілектерін берді. Сатылғанға енді үлбіреген қыз алып берулеріне болады. Әйелі кеткен үйдің қандай болатынын сіздер сұрамаңыздар, мен айтпай-ақ қояйын. Әйел мен еркек қосылғанда бір-біріне дүниедегі ең асыл сөздерді тауып айтса, ажырасқан кезде не бір адам құлағы төзбейтін лас сөздерді түйдек-түйдегімен боратады екен. Ол сөзді мен айтпайын да сіздер сұрамаңыздар. Сөйтіп, Әлиман жеңгем кетіп тынды. Біз баяғы тас кебімізге қайтадан түстік. Қара шапан Әлиманның үстінде кетті. Кеш бойына дөңбекшіп жылаумен болдым. Сатқақ жексұрын плашты кимеймін, киім тауып беріңдер. Бұны киіп сарбастауға енді қайтып өлсем де бармаймын деймін ағаларыма. Оқудан қалатын болдым-ау деп және қайғырам. Бір жағынан әйелі кетіп, бір жағынан киім тауып беріңдер деп мен жылап, әптер-тәптері шығып жатқан сорлы үйге сол күні кешке шешемнің ағасы Қағазбай нағашым келе қалар ма? Әлдеқандай шаруамен Нарынқол барып қайтып келе жатқан бет екен. Өзінің кішкене қаракер биесін жеккен тайпиген жеңіл ғана шанасы бар. Екі көзім бұлаудай боп мұрнымды қорс-қорс тартып отырған мені нұсқап, «Қағазбай, мынаған кім тиді, бұл неғып жылап отыр?» деді. Әкем менің жылауымның жайын айтты. «Жылама, жүр, сен ертең сүмбеге алып кетейін, сонда оқисың. Киімде бәрі де табылады», деді Қағазбай. Мен бұған қуана келістім. Қазір көктем басы, қар босап ерей бастаған. Жол үсті түске дейін мүйіз, түстен кейін киіз. Шанаға күндізгі жол ауыр. Сондықтан Қағазбай нағашым ел жата жол қатқақта жүріп кетеміз дегенді айтты. Таңертең түк көрмегендей боп сүмбеде отырмақпыз. Ағаларым жексұрын плашты сүмбеге дейін кие кет деді. Мен кимедім. Қағаз аға киімде бәрі де табылады демеді ме? Сол сөзді көкейіме түйіп алғам. Әдейі сырт киімсіз жұрдай болып баруды дұрыс көрдім. Нағашым үйі мына суықта мені мектепте көйлекшең тіпті де қуаламайды. Бір сырт киім қалай да тауып береді. Қандай киім тауып берсе де мына лағнет плаштан жаман бола қоймас. Жыртық шалбардан жалаң пұтым артық деген екен бір кедей. Мен тұпадан тура сол принципті ұстадым. Қағаз ағаның үлкен сары тоны бар екен. Мені соған тұмшалап орады да шананың арт жағына көлденең жатқызып қойды. Сүмбеге жеткенше ұйқыңды қандырып ал, деді. Ол өзі бешпетшең, қаракер бие бүлкектеп жүріп келеді. Кешкі суықта қатқақ боп қалған жолмен шана жеңіл сырғиды. Қарны кебежедей буаз бие қатты жүріске жарамайды. Өрлеу жерге келгенде Қағаз аға оны еркіне қойып, жай ғана аяңмен жүргізеді. Жолдың күнес жақ шетінің кей тұсы қарайып ашылып қалған. Қара жер шана табанына дөп келсе жабысып ұстап алады. Қаракер бие сол кезде мықшиып, жіңішке аяқтары маймаңдап, күшке салып тартады. Қара жер шананы алып қалмақ боп, қаракер бие көнбей, күш саны сынасып жатқан тәрізді. Делбе ұстап отырған Қағаз аға құйрығын қопаң-қопаң еткізіп, қаракер биеге көмектескендей болады. Соның арқасында бие шананы жұлып әкетеді. Бала кезімде мен ұйқышыл едім. Сол әдетім әлі қалмаған. Дүниеде екі рақат болса, ұйқыны соның біреуі деп қараймын. Тоңға оранып қисайғаннан кейін-ақ маужырап ұйқым келе бастады. Содан ұйықтап кеткен екен біреу. «Әй Бердібек, тұр ей!» деп дауыстағанда көзімді ашып алдым. Қасқа жолдың үстінде, аспанның астында жатырмын. Бұл не ғажап? Сөйтсем мына қызыққа қараңыз. Жолда Тереңөзек дейтін шұңғыл сай бар.
Соның шыға беріс қабағында шананың шөңкей берген артынан мен домалап түсіп қалыппын. Оянбаппын. Қағаз аға ештеңе сезбейді де кете береді. Әлден уақытта артына бұрылып, Бердібек тоңған жоқсың ба дейді. Сөйтсем мен түгілі, менің көлеңкемде жоқ, шананың арты боп-бос. Қағаз ағаның жүрегі су ете қалады. Япырау, бұл қайда кетті? Шым боп ұшып кетті ме? Қағаз аға ат басын кейін бұрады. Тереңөзектің шыға беріс қабағында қасқа жолдың үстінде тоңға оранған қалпымда пыр-пыр етіп ұйықтап жатқан мені көреді. Оянып алып не болғанын білген соң күлмеске лажым жоқ. Қағаз аға да күледі. Сол бойда артыма қарамастан кете берсем ғой, қаласың, қасқырға жем боласың. Адамның ұйқысы мұндайда қатты болады екен, ой тоба, деді. Халқының жарым бөлегі ұйғыр болып келетін сөнбеде тауық көп жерде қораз көп. Таң атқанын білдіріп, қалың қораз өңештерін жырта әнге салып жатқанда, қыстақтың шет жағындағы нағашым үйіне ат базын бізде тіредік. Нағашым үйі 8 жаны бар, үлкен семья. Олар Сембай атам, Бөпке әжем, екеуінің жасы да 71-де. Одан соң олардың балалары Қағазбай 47 жаста. Қағазбайдың әйелі Зәуре, күйеуінен 2-3 жас кіші. Қағазбайдың 2 ұлы 2 қызы бар. Ұлдары Қасымхан, Рамазан. Қасымхан менен 3 жас үлкен, Рамазан құрдас. Қыздары Оралхан, Оразхан, екеуі де мектепке бара қоймаған. Тықса тығыншақ келмейтін мауыздай 8 ауыздың үстіне мен 9-шы болып қосылдым. Бұл үйде жұмыс жасында саналатын 2 ғана адам бар. Олар Қағазбай мен Зәуре. Зәуре науқасшаң, ауыр еңбекке жарамайды. Таңертең бригадир келіп, жұмысқа шығыңдар деп айқай салғанда, қыс демей, жаз демей, ешқандай бөгелсіз суырылып шығатын көнбіс Қағазбай ғана. Бұл бір адам 9 ауызды асырайды деген сөз. 9-ы да ересек, сау ауыздар. Тамақ түгіл тастасаң, қарш-қарш шайнап қылғып қоюға дайын. Мықты болсаң тойындырып көренді. Қазақтың бойындағы бір асыл мінез жақынын далаға тастамайды. Аузындағы асынан жырып береді. Нағашым үйі маған ешқандай да ауырсынған қабақ білдірген жоқ. Осы үйдің өз адамындай менің басқа жаққа бармай, осында салмақ салып келуім заңды дегендей шұрқырап қарсы алды. Атам Сембай тіп-тік биіктенеді, бурыл сақалды, келбетті, мінезі қаталдау адам. Маңдайымнан бір иіскеді де қойды. Жақындығын, мейірімін солай білдірді. Бөпке әжем ондай емес, көңілшек, мені көрген жерде-ақ көңілі босап кемсеңдеуге дайын тұрды. Бетіме бар сілекейін жұқтыра жабысып, сүйіп алды да, қайтыс болған қызы Әспетті менің шешемді еске алып жоқтай жөнелді. Әспет-ау, асылым-ау, шынымен ақ көз көрмес, құлақ естімеске кеткенің бе? Қағазбайдың әйелі Зәуре орта бойлы, шұбар жүзді, салмақты адам. Талайдан аурушаң, әр баланы көп көтерген. Өзі шұбар бет аузын жыпырлаған әжім қоса басып, апамнан да бетін кәретіп жіберген. Айналайын беркенім, жігіт бопсың ғой, деп олдағы бетімне мейірлене сүйіп жатыр. Балаларды қойш, менің келгеніме олар мүлдем қарқ. Менің енді осында оқитынды біліп, әсіресе Рамазан мәз. Өйткені ол екеуміз бір класста оқимыз. Қасымнан орын тауып берем, қатар отырамыз, дейді Рамазан. Тұра бара ол екеуміздің арамызда ауыз жаласудан гөрі шексулер көбірек болатынын әуелгі күні ол да мен де болжай алмаған тәріздіміз. Қағазбай нағашым нағыз ғажап адам. Біреуге иненің жасуындай жаманшылық ойлауды білмейді. Өзім деген кісіге қоң етін ойып беруге дайын тұрады. Қағазбайлар көп болса жер бетінде ешқандай қайғы да, қасірет те, ұрыс та, талас та болмас еді. Күн ылғи күлімдеп, адамдар бір-біріне тек ізет етіп тұрар еді. Қағазбай тәрізді адамдар көп болса, жетімдік пен жесірлік білінбес еді. Бой жағынан әкесіне тартпаған, аласа келген бет жүзінен, көзінен адамшылық сезімнің не бір жақсы нышандары нұр боп саулап тұратын бұл тамаша жанның мейір ықыласына құрық бойламайды. Таңертең шайдан кейін Рамазан екеуміз мектепке жинала бастадық. Қағазбай сол кезде әйеліне: «Зәуре, сен бешпентіңді Бердібекке бер. Бердібектің сырт киімі жоқ екен, мына суықта мектепке жейдешең бара алмайды ғой», деді. Зәуре қыңқ деместен берді. Астарына жылылап мақта салған, қалың матадан тігілген көнетоз бешпент екен. Жексұрын плашқа қарағанда тәуір. Киіп алдым. «Мә, беліңді мынаумен буып ал, жылы болады», деп Қағаз аға өзінің жіңішке қайыс белбеуін белінен шешіп берді. Менің белім бір уыс. Талыстай әйел киім етіп жүрген бешпенттің екі өңірін айқастырып салып қапсырғанда, бір емес екі бешпентті қабат киіп алғандай болдым.
Белбеудің бұрынғы тесіктері бір жақта қалды да, қағаз аға беліме лайықтап жаңадан тесік тесіп берді. Өзімнен бойы ұзын қоңқан мұрын Рамазанның көктен салаң етіп түсе қалған көмекшісі тәрізден, міне енді оның қасына еріп, өзім әлі үйір болмаған жат мектепке жүрегім дүрс-дүрс етіп толқып келе жатырмын. Сүмбе бұл аймақтағы селоның біреуі. Қызыл шекара, ынтымақ, үлгілі большевик деп аталатын 4 колхоздың орталығы. Большевик колхозы түгелдей ұйғырлар. Басқа 3 колхоз қазақтың осы арадағы негізгі 3 руынан: Қызыл шекара айт, үлгілі жамбаба, ынтымақ қыпшақ руынан. Кәдімгі қара қыпшақ қобыландының тұқымдары. Ішкері жақтан ауып келіп, осында сіңісті боппыз деп өздері айтып отырады. Көріп отырсыздар, 3 рудың да қоныстары бір. Бір өзеннен су ішіп, бір жердің отын оттайды. Мектеп бір, магазин бір, ауыл совет, яғни өкімет бір. Ал бірақ 3 ру өз алдына бөлек-бөлек 3 колхоз. Ұйғырлар қазақтай емес, жер кәсібіне шебер халық. Там үйді де жұтындырып әдемі салады. Балшықтан қамыр илеп, түйме түйеді. Әр ұйғырдың үйінің іргесінде қорық соғып, қоршап алған бақшасы бар. Картоп, пияз, сәбіз, асқабақ, күнбағыс, капуста егеді. Қазақ ауылдарында айталық, біздің Қостөбеде бұның бірі жоқ. Қазекең мал дейді. Мал жоқ болса есіндеп аш отырады. Тамақтың көкесі аяғының астында қара жерде жатқанын түсінбейді. Ұйғырлар жер шұқылап жер емеді. Сүмбедегі қазақтар ұйғырлардың үй салу, жер игеру шеберлігін үйрене бастаған. Олар да қорық соғып бақшагеді, құс ұстайды, нанды тандырға пісіреді. Мұндағы 7 жылдық мектеп үйі кесектен қаланып салынған үлкен шатырлы. Терезелері көшедей. Мұндай үлкен терезелерді менің бірінші рет көруім. Ауылда там соққанда қыста суық болады деп, терезелерін сығырайтып, кішкентай жасайтын. Мұншама үлкен терезелі үйде қысты адам қалай шыдайтынына таңмын. Кейін қыс түскен соң білдім, үлкен терезеден жарық көп түседі екен де, қыста да жылы болады екен. Терезесі үлкен үй әрі жарық, әрі көңілді. Мектептің асты да үсті де тақтай, қабырғасы 1 метр. Мен үшін дүниеде бұдан әсем, бұдан берік үй жоқ секілді. Класқа бөтен баланың кіріп келуі мұндағы кәрі тұрғындар үшін зор оқиға. Бәрінің назары тіге қалғаны мен болдым. Эх, шіркін. Бұндайда үстіңдегі киімдерің инеден қазір ғана шыққан жаңа киімдер болса, мына сумұрындарға жоламаңдар, киімді былғайсыңдар дегендей шекеңнен қарап тұрсаң. Ал енді мұны мен секілді жабағы жамылған байғұсқа бұлар адам деп қарамайды. Мойныңа бір-ақ секіріп мінеді. Мынау кім ей? Бұл қайдан келді десіп жатыр. Әп сәтте біраз бала өзімді қоршап алды. Ауыл итінің құйрығы қайқан. Ал сен болсаң өзіңді кірмедей сезінесің. Жүрегің қобалжып, арты не болатынын күтесің. Дегенмен мен сыр білдірмеуге тырысам. Дегенде мә демесең, бұлардың желкелеп алатынын жақсы білем. Сондықтан көрген құқайым бұл ғана емес дегендей, өзімді тосын жағдайдың қандайына да дайын ұстаймын. Тәкаппар сұраққа тәкаппар жауап қайырам. Бұл менмін. Қайдан келгенімде сендердің не шаруаларың бар деймін. Менен гөрі бой ұзындау тақырбас сұрша бала басқаларды киіп жарып тура бетпе-бет келді. Көзқарасы өткір, осылардың ішіндегі нағыз пәлесі көрінеді. Менен емтихан алатын адамша тақ-тақ етіп, білсең айтшы, неше көсем бар деді. 4 дедім мен. Кім? Мен санап бердім. Галстугымның түйінен шап беріп ұстай алды. Бұндайда не айту керек екен жақсы білем. Әрқашан дайынмын дедім. Мынау не? Деп тақырбас галстугымның ұзын ұшын көрсетті. Партия. Қысқарақ ұшын көрсетті. Мынау ше? Комсомол. Галстуктың желкедегі шкілін нұсқады. Мынау пионер. Галстуктың түйінін көрсетті. Мынау не? Үшеуінің бірлігі. Сол заманда пионерлер бір-бірінің саяси сауаттылығын осылай сынайтын. Жаттамалы сұраққа жаттамалы жауап мүдірмедім, сарнап айтып бердім. Тақырбас мені сүріндіре алмағанына өкінген тәрізден желкесін қасып мүдіріп қалды. Сонда да тақала түсіп, түймен қандай, белдің қандай деп, енді ол маған тиісудің басқыншылық жолына ашықтан анық түсе бастады. Мен жәутеңдеп, сен маған неге болыспайсың деп Рамазанға қараймын. Сөйтсем, бойы ұп-ұзын болып шеттеп Рамазанның бейқам тұр. Тегі ол тақырбастан жасқанатын тәрізді. Мені қорғап бір ауызда емеурін білдіре алмады. Өзім аман болсам дегенде қалып танытады. Сырыйған қайран бой, қайран дене. Жасқаншақ Рамазанға біткенше маған неге бітпеген? Кенет тақырбас мені көкірегімнен оқ секеріп келіп қалсын. Шалқалаған қалпымда мойным астыма қайрылып оңбай құлап түсейін.
Шүйдем қақайылып, миым аузыма төгілгендей болды. Тақырбастың ымдауымен басқа бір бала артыма 4 тағандап жата қалған екен. Әлгіге сүрініп жығылған едім. Менің өле жаздағаныммен ешкімнің шаруасы жоқ, бәрі дуылдасып, күлісіп жатыр. Оларға бұл ермек. Мен осы арада тілмен айтып жеткізгісіз жалғыздық көріп қорланып қалдым. Задан жарылып кетуге бармын. Өзімнің қос себемде болса, тақырбаспен шайнасып өлер едім. Ал дәл қазір мынау жат орта бөтен балалардың арасында менен ондай ерлік шықпады. Шаңырақ иесі біз дегенде еліріп, өрекпе күлген содыр топтың мысы еңсемді басып кетті. Жылауды намыс көріп, жыламауға шыдамым әрең жетіп тұрмын.